Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді болып шығатын менің отбасымның сүйікті таңғы бірі бельгийский вафлидің рецептісін қабыл алыңыздар. Ол үшін бізге 100 грамм сары май, 90 грамм қант, 200 грамм ұн, 150 грамм жылы сүт, 2 жұмыртқа және де 5 грамм разрыхлитель қажет. Ең алдымен разрыхлительді електен өткізілген ұнға қосып араластырамыз. Артынан құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, қантты қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сары майымызды ерітілген күйінде массаға қосамыз. Ары қарай бөлме температурасындағы сүтті қосып, венчиктің көмегімен араластыру қажет. Және де ұн мен разрыхлительді екіге бөліп қосамыз. Түйіршіктер қалмасы үшін жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды, дәл осылай түйіршіктер болмау қажет. Алдын ала қыздырып алған вафельницамызды майлап, қамырымызды бір келкі етіп құйып шығамыз. Бетін жауып, шамамен 4-7 минуттай пісіреміз. Уақыты сіздің вафельницаңызға байланысты, ең бастысы осылай қызарған кезде алуларыңыз қажет. Барлығында дәл осылай пісіріп аламыз. Дәл осы рецептен менде 12-13 дана вафли шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Мен әр кезде осы рецепт бойынша жасаймын. Менің отбасыма өте қатты ұнайды. Сіздерге де өз отбасыларыңызға жасап беруге және де дәмді вафлилермен қуантуға кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина. Келесі кездескенше.